Кез келген дербес компьютерді қосқан кезде, ол жердегі операциялық жүйе орнатылмаған болса, F2 немесе del нүктесін басу арқылы, яғни delete нүктесін басу арқылы, біз өзімізге қажетті BIOS кішкентай бағдарламасына түсе аламыз, және ол жерде көретін, яғни терезеңіз осындай жуық шамамен осындай болады. Бұл жерде көріп отырғанымыз қарапайым BIOS, яғни кішкентай бағдарламасы, соның ішінде Phoenix компаниясы шығарған BIOS мысал ретінде алынып отыр, және де оны шығаратын тағы да басқа 1-2 қана компания бар. Олай болса, оның көбісі бір-біріне осыған ұқсас болып келеді, және бізге қажетті таңдау жасайтынымыз оның ішінде осы тек қана boot бөлімі. Соның ішінде бізге қызықтырып отырғаны removable devices, яғни бұл сыртқы құрылғылар, соның ішінде USB құрылғыны айтуға болады. Олай болса, USB құрылғыны осы ең жоғарғы жағына қоямыз. Енді көріп отырғандарыңыздай, бірінші жүктеу құрылғысы мына жерде CD-ROM disk drive болуы мүмкін, немесе қатқыл дискі болуы мүмкін, яғни hard drive. Енді бізге қажеттісі бұл жерде removable device, яғни флешканы таңдаймыз, және де осы құрылғыны бірінші қоямыз. Оны қалай іске қоямыз десек, мына жерде минус немесе плюс нүктелерін басу арқылы іске асырамыз. Қарап отырғандарыңыздай, мен қазір removable device-та қатқыл дискі және CD дискідан төмен түсіріп тастадым. Алайда плюс нүктелерін басатын болсам, онда мен жоғарыға көтеруіме де мүмкіндік бар. Енді мен мына екі құрылғыны төмен қарай түсірейін, және бізге қажетті USB флешканы бірінші таңдаймын. Ары қарай exit нүктесін басамын, соның ішінде бізге қажетті барлық өзгерістерді сақтау керек. Олай болса, exit saving changes, яғни барлық өзгерісті сақтау арқылы сыртқа шығу нүктесін басамын. Сіз өзіңіз жасаған өзгерістерді сақтайсыз ба дейді? Я, мен я деп нүктесін басамын, және менің компьютерім жүктеледі. Соңғы жүйелік тақшаларда UEFI бағдарламасы, кішігірім бағдарламасы орнатылған. Ол жерде де бұл жүйені таңдау өте оңай. Көріп отырғандарыңыздай, біз Advanced модқа кіреміз. Және де жүктелетін құрылғыны таңдап, ары қарай нүктесін басамыз. Ары қарай көретініміз біздің операциялық жүктеле бастайды, операциялық жүйе. Шынын айтқанда, бүгінгі таңда Windows операциялық жүйесін орнату өте оңай. Бар болғаны бізге қажетті дискіні немесе USB флешканы саламыз, және ары қарай нүктені басып отырсақ болғаны. Енді көріп отырғандарыңыздай, бұл жерде ағылшынша нұсқасы жүктелді, және оның себебі бар. Себебі мен сіздердің операциялық жүйелеріңізге қарағанда басқа нұсқасы, яғни ағылшынша нұсқасын мысал ретінде алып отырмын. Сіздердің операциялық жүйелеріңіз орыс тілінде екеніне сенімдімін. Олай болса, таңдауды жасаймыз, яғни сіз бұл жерде тілді, орнатылатын тілді таңдаңыз дейді. Бізге қажеттісі орыс тілі болуы мүмкін. Сіз орыс тілін таңдап қоясыз. Сондай-ақ уақыт белдеуі, және де бұл жерде keyboard дейді. Енді бұның барлығын мен өзгертпеймін, барлығын ағылшын тілінде қалдырамын, және де next нүктесін басамын. Сіздер орыс тілінде таңдау жасайсыздар, және де next нүктесін басасыздар. Енді Windows-ты орнату нүктесін басамыз, және де бізде Windows операциялық жүйесі орнатылу басталады. Келісім шартты қабылдайсыз ба дейді? Иә, әрине келісім шартты қабылдаймыз, және де келесі нүктесін басамыз. Одан кейін көретініміз қандай орнату түрі дейді. Соның ішінде бізде жаңарту ма немесе кастом дейді, яғни жаңадан орнатасыз ба дейді. Және де біздің жағдайда бұл жаңадан орнату, яғни кастом нүктесін бастаймыз. Бұл жерде көретініміз Windows операциялық жүйесін қайда орнатасыз дейді. Енді менде көріп отырсаңыздар, қатқыл дискінің көлемі 30 гигабайт көлемінде. Сіздерде мысалы 1 терабайт көлемінде болса, онда 200 гигабайт көлеміндегі қатқыл дискінің көлемін операциялық жүйе орнатуға, 800 гигабайт көлемін басқа да файлдарды сақтауға арнауыңыз мүмкін, немесе барлық қатқыл дискіге бірден операциялық жүйеге орнатуға болады. Олай болса, сіз new нүктесін басасыз, және де таңдауыңызды жасайсыз. Егер барлық жүйеге, яғни барлық қатқыл диск көлеміне операциялық жүйе орнататын болсаңыз, онда ешқандай өзгеріс жасамай apply нүктесін баса саласыз. Ал егерде қатқыл дискіні екі тармаққа, екі жүйеге бөлетін болсаңыз, онда мына жерге қанша гигабайт көлемінде мөлшер беретініңізді жазасыз, яғни бұл жерде мегабайтпен алынады, және де apply нүктесін басасыз. Одан кейінгі қалған тағы да 20 гигабайт көлеміндегі басқа мөлшерді, мысалы мен тағы да new нүктесін басамын, және оның барлық аумағын екінші диск тармағына айналдырамын. Енді apply нүктесін басамын, және көріп отырғандарыңыздай, менде қазір қатқыл дискі екі аймаққа бөлінді. Соның ішінде, мысалы 9 гигабайттық көлеміне мен операциялық жүйені орнатамын, және де next нүктесін басамын.
Енді көріп отырғандарыңыздай Windows операциялық жүйесін орнату процесі басталды. Олай болса, барлық жұмыс осы деуге болады. Бұл қазір бірнеше перезагрузка, яғни қайта жүктеліп, қайта іске қосылып, барлық операциялық жүйені орнатады, қалыпқа келтіру жұмыстарын жасайды, және біздің Windows машинасы дайын деуге болады.